Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда наурыз айында туылған жандар туралы айтатын боламын. Наурыз айында туылған қыз-келіншектер ерекше дарын мен тартымдылық иесі. Бұл өмірінде тек бір-ақ рет ғашық болатын, құлай сүйетін адал жандар. Олар өте сүйкімді әрі ғажайып. Ал қандай да бір себеппен көңілін қалдырсаңыз, әп-сәтте өзгерген мінезін танымай қалуыңыз ғажап емес. Не дегенмен, мұндай ерекше қыздармен бір шатыр астындағы өмір жаныңызға тыныштық пен ләззат сыйлайды. Ал ерлер қауымы сезімтал және әсершіл келеді. Сәтсіздіктерге тез берілетін болғандықтан, қызметтегі өсуі өте баяу. Егер ол табандылық пен бірбеткейлік танытса, көп нәрсеге қол жеткізер еді. Наурызда дүние есігін ашқан ерлердің жандары жараланғыш әрі ақ көңіл, бірақ тәуекелге жоқ. Тағдыр тәлкегінің кедергілеріне қарамай, үнемі алға ұмтылумен жүреді. Ал атақ пен даңққа ие болғанда өз дәрежесін көп сақтай алмайды. Мастанып, беделін әп-сәтте жоғалтуы мүмкін. Біреудің жоғарылауын өзінің жеңілісі ретінде сезінетін іштарлығы да бар. Мінез ерекшелігіңіз туған айыңыздың сипаттамасына сәйкес келді ме? Әлде үйлеспеді ме? Ғылыми зерттеушілердің айтуынша, әр айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсері бар. Құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыз.